Сәлеметсіздер ме? Мен Сағидәлина Динас Батырханқызы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету білім бағдарламасының 2-ші курс магистрантымын. Менің диссертациялық жұмысымның тақырыбы заманауи технологияларды қолдану арқылы телемедициналық платформаны жобалау және құру мәселелері. Телемедициналық платформадағы бөлімдерге келетін болсақ, денсбукинг бөлімі, яғни бұл жерде қалаған дәрігерімізге өзімізге ыңғайлы уақытқа жазыла алатын боламыз. Кейін осы жазылымды дәрігердің модулінен қарайтын боламыз. Сәтті жазылған, ол жазылымды растаймыз. Және де видео кездесуді құру арқылы поштасына хабарландыру жібере аламыз. Процесс сәтті аяқталғаннан кейін бұны пациенттің модулінен тексеретін боламыз, яғни пациент сәтті қоса алу қажет. Ол үшін денсбукинг бөліміне кіріп, жазбаны тексеретін боламыз. Көріп тұрғанымыздай, процесс сәтті жұмыс жасалды, пациент пен дәрігер бір-бірімен байланыса алды. Келесі бөлім бізде денсвалт бөлімі, яғни пациенттің тест нәтижелері орналасады. Яғни мысалға келтірсек, өкпе рентгені, МРТ немесе қан талдаулары нәтижелерін осы жақтан салып, дәрігер кейіннен оны көре алатын болады. Кейін жеке кабинет бөлімінде кездесулер тарихы, медициналық тарих және талдау нәтижелері орналасады. Кейінгі модульдердің бірі ол денсталық модулі, яғни бұл модульде дәрігерлер мен дәрігерлер немесе дәрігер мен пациент бір-бірлеріне хабарлама алмасу арқылы байланыса алады. Бұл жерде пациенттің атынан дәрігерге хабарлама жолданған болатын. Кейін осыны дәрігер бөлімінен ашып қарауға болады. Яғни біздің хабарламамыз сәтті келген. Кейіннен пациент пен дәрігердің кездесуі аяқталғаннан кейін диагноз құру бөлімі ашылатын болады. Диагноз бөлімінде пациенттің жазбасын таңдап, шаблондар арқылы диагноз қоя алатын боламыз. Кейін рецепт қосуға болады, немесе өз еркіміз. Ары қарай біз қойылған диагнозды пациенттің модулінен диагноздарды қарау бөлімінен қарайтын боламыз. Өзіміздің денскей, яғни жеке кілт арқылы диагнозды шеше аламыз, яғни диагноз сәтті шешілді. Кейінгі маңызды бөлімдердің бірі бұл денсвижн бөлімі. Бұл машиналық оқыту алгоритмдер бойынша жасалған. Тексеру үшін суретті жүктейтін боламыз. Одан кейін бізге болжамды диагноз айтады. Кейін осы болжамды диагнозды сақтауға болады. Кейін ол пациенттің жеке кабинеттер бөлімінде сақталады. Келесі бізде көмекші құралдардың бірі денстриаж бөлімі. Бұл бөлімде өзімізге керекті симптомдарды жіберу арқылы денстриаж бізге нұсқаулық көрсететін болады.